Мін мұғалімдерге қаттырақ айтып жатырық қазір. Мұғалімдерде жарты ставка, бір ставка, бір жарым ставка деп кете береді, айлықтары. Берген сабағының уақытына қарай ақша белгіленеді. Енді қара, сен 45 минут уақытың бар. Онына балдарға арнауың керек, дұрыс па? Сен осы жерді балдарға арна. Жеке өзіңе арнауға ақың жоқ. Өйткені сен ол үшін ақша алып жатсың. Сен жеке өзіңе арнаған уақытың үшін не үшін саған өкімет төлеу керек? Қазір көп бүйтеді. Балдарға тапсырма беріп қояды. TikTok, Instagram шұқылап отырады мұғалімдерді. Сен ақың жоқ мына жеке нәрсемен, приколмен, әзілмен айналысып, мынада біреумен WhatsAppпен сөйлесіп отыр уақыт жоқ. Өйткені сен айлық алып жатсың, сенде шот жүріп жатыр. Міне біреуіңіз мысал үшін қазір мені үйлеріңізге жалдаңыздар. 4 сағат уақыт сенде. Жер қазы или бір нәрсе. Егер сол кезде мен сол 4 сағаттың 1 сағатында жатып алып ұйықтасам, төлейсің ба соған? Сағатына 10 мыңнан 40 мыңға келіскенбіз. 40 мың бересің ба маған? Сен айтасың, мен саған 30 мың берем. Не үшін? Өйткені сен 1 сағатын ұйықтадың ғой. Не үшін мен саған ұйықтаған үшін? Аян мұғалімдер, сен 45 минуттың 25 минут ұйықтап отырсың ғой, не үшін саған оны төлеу керек? Бұл не үшін айтып жатырмын? Егер де мұғалімдер сол уақытының бәрін полный балдарға берсе бар ғой, қазір біз сияқты жарымдар шықпас еді. Бала шынында да білім алып шығар еді. Ренжімеңіздер, арамызда мұғалімдер болып жатса. Өзі шындық қат тиеді ғой. Қараңызшы. Ағылшын мұғалімдері бар. Балдарға тапсырма береді. Баяғыда біз оқушы болдық қой. Мен өзім көретін, біздің үйдің қасында тарихтан сабақ беретін Мақұлбек деген ағай болатын. Тарихтан бізге сабақ беретін. Күніге кешке біз көшеде оқып, ойнап жүрген кезде, біз кешке, үйде көшеде ойнап жүрген кезде, ол тарихтан сабақ оқып отыратын. Неге оқып отыр десек, ертеңгі өтетін сабаққа дайындалады екен. Балдарға беретін ертеңгі сабағына дайындалады екен. Мұғалім деген шәкіртке бір нәрсе үйрету үшін, ол не үйретіп жатқанын алдымен өзі білу керек. Бірінші түсіндіру керек, кейін сұрау керек. Енді қазіргі мұғалімдер көбісі, бәрі емес, тапсырма береді. Кейін ана шәкірт түсінбей қалады ғой, мынау не түсіндіріп жіберіңізші десе, Google-дан тауып ал дейді. Онда сен не алып отырсың біз Google-дан оқитын болсақ? Сен не үшін айлық алып отырсың? Онда кетсей бар біз Google-дан оқи берейік те өзіміз. Шынымен сондай. Google. Қазір Wi-Fi іздеп жүрген ата-аналар көп. Wi-Fi. Не болды? Қызыма тапсырма берген екенін түсінбей жатыр. Қаяқтан түсінсек болады. Мұғалім неге түсіндірмеді? Білмеймін, мұғалім тек қана Google-дағы сілтемесін көрсеткен. Ол соны ғана біледі. Сен енді ертең айлық алған кезде не деп аласың сен? Instagram-ға кірген үшін айлық аласың ба? Google-ды шұқылаған үшін аласың ба? Осы не болады? Осы аманат деген нәрсені түсінбегеннен болады. Сен осы жерде тұрш, міне, аманатқа берік болған адам бар ғой, сенің дінге қызметің осы. Неге? Өйткені адамдар айтады, міне мұсылман. Бұған біреу көріп тұр деген нәрсе қажет емес. Құдай көріп тұр ма? Жеткілікті болды.